Әбу Сәрсенбаев. Қайран сол сәби кезім, ерке кезім. Тек 7 жыл еркеледім. Сен неге қатаң тағдыр жұлып алдың, күлкімді көкірегімнен ерте менің. Деп ақынның өзі айтқандай тек 7 жасында сүйенер бәйтерегі бір түнде құлаған. Бала Әбу күнкөріс тауқыметі өз басына түсіп 10 жасынан көк теңізге шығуға мәжбүр болған. Енді әке жолын шарасыз қуған, оны жағада жесір ана тумалары күтетін болды. Оның 6 жастан 60-қа дейінгі армансыз тыңдағаны теңіз үні, асқақ ата жырлағаны теңізшілер сыры, іріде іргелі шығармаларының тақырыбы Атырау айдыны. Екінші дүниежүзілік соғыс басталып, асығыс майданға аттанған кезде қош еркін, кәрі Атырау толқындары, ақынның қиялындай толқымалы деп туған жермен қоштаса, окоптарда жазғандары жорық отан туралы болды. Әбу Сәрсенбаев 1905 жылы Атырау облысының Теңіз ауданында туған. Оның толқында туғандар романы, Капитан ұлы повесімен қатар Дүлей теңіз, Ақжайық, Балықшы әні, Матрос жыры, Ақша бұлт, Туған жер, Сен құрметте оны өлеңдері жұртшылыққа кеңінен танымал. Ақын келер ұрпақ айға қонсаң сен ертең, мен баспалдақ болдым деп ақ қуанам деп жастарға зор үміт артады. Ұрпақты имандылыққа тәрбиелеуге үлкен мән береді. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қолдап кетіңіздер.